Қайырлы кеш, қадірменді көрермен. Қара шаңырақ 2022 театр фестивалінің бүгін 5-ші күні. Бізде қойылатын қойылым Ақмоншақ Батыр қызының бейтаныс таныстар және Жансая Бауыржан қызының Қайдасың мама қойылымы. Бір кеште 2 қойылым қойылады. Бүгінгі қойылымнан алған әсеріңіз? Өте жақсы. Негізі мен бұл қойылымды премьераның өзінде көргем. 25 ақпан күні. Қазір арада біраз уақыт өтті ғой, арасында ерекше, шынымен де эмоцияға, және енді бұл тек қыз баланың тағдыры, әйел затының табиғаты жөнінде ғой. Сондықтан да шынымен жыламай көру мүмкін емес. Әр қыздың, әр ананың бойындағы ішкі толғанысы, тебіренісі барлығы баяндалады. Сондықтан актерлік ұжымға да, шығармашылық топқа да рахмет. Қайырлы кеш, театрға қош келдіңіз. Жалпы қойылымнан алған әсеріңіз жөнінде? Жалпы театр енді адамға азық сыйлайды ғой, рухани. Бір адам жан рухани рух адамға театр береді негізі. Кітап оқығаннан айлап, апталап оқитын кітаптарыңды 1,5 сағатта театрына актерларға байланысты көп нәрсені көріп білуге болады негізі. Рухани азық қой. Мен осы театр ұжымына көптеген рахметімді айтқым келеді. Қаншама адамдарға өмірден болып өткен көп жағдайларды рухани байытуға көп себептер тигізіп отырады театрдың иесі. Осы театрлар ұжымына сәттілігімізді білдіреміз. Сіздерге тек қана сәттіліктер мен табыстар тілейміз. Тек қана алға.